Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы периплазмоз ауруы. Сабағымыздың мақсаты ауру қоздырғыштарын балау, таралуын анықтау, ветеринариялық, санитариялық сақтандыру және дабалау шараларын ұйымдастыру. Периплазмоз дегеніміз не? Бұл қандай ауру? Бұл кейде жіті түрде өтетін маусымдық трансмиссивтік протозоз ауруы. Ауру мал денесінің ыстығының көтерілуімен, кілеге қабықтарының бозарып және сарғыш тартуымен, қан айналымның, жүрек пен асқазан қызметінің бұзылуымен, қан аздық пен гемоглобинурияның пайда болуымен сипатталатын ауру. Қоздырғыштары периплазма бигенему, бұл түрі тоғышар, дене тұрқы эритроцит радиусынан асып тұрады. 2,5-6 микрометр эритроциттердің орта шенінде орналасады. Пішіні алмұрт тәріздес. Суретте көріп тұрсыздар. Тоғышарлар екі-екіден кездескен жағдайда олар сүйірленген жақтарымен өткір бұрышпен ұласып, қосарланып жатады. Ядросы бір, кейде екі бөліктен тұрады. Зақымдалған эритроциттердің саны 5-15%-ға жетеді. Індеттанулық деректерде ірі қара периплазмозы Қырымда, Орта Азияда, Қазақстанда, Кавказда, Ресейде кездеседі. Қазақстанның оңтүстік шығыс облыстарында, яғни Шымкентте, Жамбылда, Алматы облыстарында кездеседі. Ірі қара малдан басқа өркешті сиырлар ауырады, оларда бұл ауру жеңіл түрде өтеді. Асыл тұқымды сүтті көп беретін сиырларда өте сезімтал келеді. Аборигенді малдар төзімді болғандықтан оларда ауру жеңіл өтеді. Эпистологиялық тізбек 3 бөлімнен тұрады. Ауру мал, яғни донор, тасымалдаушы кенелер және сау сезімтал мал. Кәрі малдарда нағыз периплазмоздың клиникалық белгілері байқалады. 1 жасқа дейінгі бұзауларда ауру жеңіл өтеді және бұл ауруға периплазмозға асыл тұқымды сүтті бағытындағы жануарлар бейім келеді. Ауру мерзімі, яғни 3 толқында болады: көктемде, жазда, күзде. Бұл ауруды таратушы калькаратус кенесінің жазда 3 ұрпаққа дейінгі беруіне байланысты болады. Аурудың өршуі организмге енген қарапайымдылар алдымен ішкі мүшелерде тез көбейіп, улы заттарды, ферменттерді бөледі. Одан токсиндік әсерін тигізіп, кейін эритроциттерге еніп, механикалық әсерлерін тигізеді. Айналасындағы сау эритроциттерге токсиндік әсерін өткізіп, яғни эритроциттерді бірден ыдыратады. Ішіндегі гемоглобинді қанға шығарып, яғни нормадан тыс көп болғандықтан бауыр арқылы ыдырауға мүмкіншілігі болмайды. Бүкіл малдың денесі сарғыш тартады. Эритроциттердің азайғаны қан аздыққа әкеліп соғады. Кілеге қабықтары бозарып, содан кейін сарғыш тартады. Зат алмасу процесі төмендейді. Яғни зат алмасудың толық ыдырамаған өнімдері қан тамырларына әсерін тигізіп, олардың өткізгіштік қасиетін жоғарылатады. Тамырлардан алдымен сары су ағады, сосын қанның қызыл түйіршіктері жанындағы ұлпаларға ауысады, көптеген қанталаулар байқалады. Гемоглобиннің артығы зәрмен шыға бастайды. Бұл үрдісті гемоглобинурия деп атайды. Организмге зат алмасу үрдісі бұзылғаннан кейін ыдырамаған өнімдер жүйке жүйесіне әсерін тигізіп, одан кейін ас қорыту жүйесін бұзады. Яғни периплазмоздың негізгі клиникалық белгілері дене қызуының көтерілуімен байқалады, 41-42 градусқа дейін жетеді және тұрақты безгекке тән, қан аздық, қанталау байқалады, сарғыш тарту болады, гемоглобинурия байқалады.
жасырын кезеңінде 6-24 күнге дейін болады. Дене қызуы 41-42 градусқа дейін көтеріледі. Ауырған мал жем жеуден қалады, шөлдей береді. Сауын сиырлардың сүті азайып, тамыр соғуы жиіленеді. Тыныс алуы минутына 70-80-ге дейін жетеді. Сиыр күйіс қайырудан қалады және қатты күйзеледі. Қимылы нашар болады. Алғашқы кезде азыққа онша қарамай, содан кейін мүлдем азықтан бас тартады. Кейін 2-3 күн өткеннен соң есебінде гемоглобин пайда болып, ол қызыл түске боялады. Барлық гликей қабықтары бозғылттанып, кейін сарғыш, яғни көбіне көп қанталай бастайды. Ас қорыту жүйесінің қызметі бұзылады, малдың іші өтеді. Қандағы қызыл түйіршіктердің саны көбейіп, кейде күрт азаяды. Лейкоциттердің саны 10-11 мыңға дейін көбейеді. Жануарды жар сойғандағы өлікседегі өзгерістерде ұшалардың гликей қабықтары сарғыш, қанталау байқалады. Бауырдың көлемі 2-3 есе ұлғайған, жеген азығы тығыздалып, атония белгілері байқалады. Жалбыршақ, қарын, ішек, беткі қанталап тұрады. Тағы бір ерекше белгілерінің бірі жүрегі үлкейген, бос болып келетіндігі байқалады. Эпикард және эндокард астында дақты не сызықша қанталаулар көрінеді. Сол сияқты қаны су тәрізді сұйық болады. Қуық ішіндегі зәрі қызыл түсті, қуықтың өзі кеңейген болып байқалады. Қалай анықтаймыз периплазмоздарды? Эпистологиялық және клиникалық мәліметтеріне қараймыз. Микроскопиялық және серологиялық әдістермен зерттейміз. Микроскопиялық әдісте алдымен құлақ қан тамырынан 1-2 қан тамшыларын алып, заттық әйнекке жағынды жасаймыз. Одан кейін кептіреміз. 96% спиртпен бекітеміз. Романовский гимза әдісімен бояп, микроскоптың иммерсиялық жүйесімен зерттейміз. Ал серологиялық әдістерде комплементті байланыстыру реакцияларын иммуноферменттік талдауды қолдана отырып, Степанова ұсынған әдіспен дайындаймыз. Периплазмоздарды топалан, лептоспироз ауруларынан ажырата білуіміз керек. Сақтандыру шараларында ауруға бейім малды мүмкіншілігінше күз түскенге дейін тауда бағу керек. Ауру тасымалдаушы экзокинелерге қарсы шаралар жасап тұруымыз керек. Химиялық шараларды, соның ішінде малдың денесіндегі кенелерді жою мақсатында 1% хлорофос ерітіндісін тоғытып, немесе бүріккіш аппараттармен бүркіп шашып тұруымыз керек. Сондай-ақ бұл процесті сәуір айында 1 рет, мамыр айында 3 рет, маусым-шілде айларында әрбір 5-6 күнде және тамыз айында 2 рет қайталаған жөн. Егер жайылым кенелері мал қораларында кездессе, ондай қораларды 2% хлорофос ерітінділермен дезокеризация жасауымыз керек. Ауру шыға бастаған кезде барлық бейім малдарды алдын ала беринеу, азидин және наганин препараттарын салып қоюымыз керек, яғни химиопрофилактика әдістерін жасауымыз керек. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.